Бірінші фильмнен үзінді көрейік. Кейін таныс емес сөздерді талдайтын боламыз. Салтанат, қалғалай жағдай жақсы ма? Аман есен жақсы, шүкірміз. Көшеден өтіп бара жатыр едім. Ана келіннің терезеден секіріп түсті де, ана жаққа кетіп қалды. Айттым мен саған, қаланың қызы ауылға келін болмайды деп. Не айтып тұрсың сен, а? Ән отыр. Бөтен сиыр тұсау. Асел, шайыңды қой. Я, мам, қазір қоям. Повыше сделай. Қазір кішкене қалды. Көрдің бе? Күніменен бір сиырмен әуре болып отыр ма? Тапшаның жатыр ана шашылып жиналмай. Ай, не айтып тұрсың сен, а? Не айтып тұрсың? Сен маған сенбей тұрсың ба? Қой жүр, сен, жүр, көрейік, жүр. Салтанат, қалғалай жағдай жақсы ма? Аман есен жақсы, шүкірміз. Қалай. Вот тут «кал» переводится как состояние, положение, дело, самочувствие, еще это родинка и родимое пятно. Но в некоторых учебниках вот это «қалай» пишется как «халь-қалай». «Хал» переводится с арабского языка как «состояние». Заимствованные слова у арабов на казахском языке меняются на «к». Например, Хадиджа – Хадиша, Мухаммед – Мухаммед, Макамбет. И то же самое с «халь». Кал. Когда пишем халь-қалай будет правильным вариантом, а когда говорим кал-қалай будет правильно. Однако мы сейчас спрашиваем как қалың қалай, а еще қалайсың. Көшеден өтіп бара жатыр едім. Ана келіннің терезеден секіріп түсті де, ана жаққа кетіп қалды. Айттым мен саған, қаланың қызы ауылға келін болмайды деп. Не айтып тұрсың сен, а? Ән отыр. Әне, әні, анау, ана. Все они переводятся на русский язык как вон, вон там. И можно использовать в таком контексте. Әні айттым саған. Әні естідің бе? Бірдеңе жүр. Әні тұр ғой. Бөтен сиыр тұсау. Асел, шайыңды қой. Я, мам, қазір қоям. Повыше сделай. Қазір кішкене қалды. Көрдің бе? Күніменен бір сиырмен әуре болып отыр ма? В этом контексте «әуре болу» переводится с казахского на русский язык как «возиться» или «тратить время». Например, как «компьютермен әуре болдым». Босқа әуре болма. Мен құжаттармен әуре болдым. Тапшаның жатыр ана шашылып жиналмай. Ай, не айтып тұрсың сен, а? Если искать в Google тапшан, то выйдет нам вот такие картинки. То есть тапчан – это широкая деревянная кровать-платформа. Казахи используют тапшан как летник. Летом мы пьем там чай, завтрак, обед и даже ужин. Не айтып тұрсың? Сен маған сенбей тұрсың ба? Қой жүр, көрейік, жүр. Фраза «жүрсең жүр» на русский язык переводится как «раз идешь, то иди». Первая часть – это условное наклонение, вторая часть идет как повелительное наклонение. Вот еще примеры. Айтсаң айт. Айтсаң, если хочешь сказать, айт, говори. Қалсаң қал. Қалсаң, если хочешь остаться, қал, оставайся. Бірінші фильмнен үзінді көрейік. Кейін таныс емес сөздерді талдайтын боламыз. Ай, Роза, көзіңді ашып қара. Келін болса менің келінімдей болсын. Әне, айнудай қып шарқыратып қойған ғой. Ай, аузыңа келгенді оттап едің. Ен не дейді екенсің, а? Тамағың дайын емес. Маған тамақты кім береді? Смысле дайын емес. Құдайға шүкір, қазанымыз оттан түспейді. Жүр.
Көрдің бе менің келінімнің қандай екенін? Ай, Роза, көзіңді ашып қара. Келін болса менің келінімдей болсын, әне. Тут слово «келинымдей» переводится с казахского языка как «моя невестка». Келин – невестка, келиным – моя невестка, келинымдей – как моя невестка. То есть суффиксы «дай-дей», «тай-дей» переводятся на русский язык как словно. Например, «тау-дай» – как гора, «гүлдей» – как цветок, «баладай» – как ребенок, «темірдей» – как железо, «үйдей» – как дом, «анамдай» – как моя мама и так далее. Айну дегім шарқыратып қойған ғой. Ай, аузыңа келгенді оттап едің. Ен не дейді екенсің, Выражение «аузыңа келгенді оттау» переводится как «болтать, что попало». Но слово «оттау» переводится как «есть траву, пастись». И чаще всего казахи используют его как «оттамаш», «бос сөйлеме», «не болтай». Тамағың дайын емес. Маған тамақты кім береді? Смысле дайын емес. Құдайға шүкір, қазанымыз оттан түспейді. Жүр. Казанымыз оттан түспейді. Тут нам сөздік КЗ дает это выражение как гостеприимный, хлебосольный. Казанымыз оттан түспейді дословно переводится как «казан не снимается с огня», и она означает «в доме всегда есть еда». Көрдің бе менің келінімнің қандай екенін? Бірінші фильмнен үзінді көрейік. Кейін таныс емес сөздерді талдайтын боламыз. Сенде 30 секунд бар. 10 секунд. Орамалың жөнде. Аллай, сәлем бердік. Қаттен киме. Қолың. Арқаң тік ұста. Аяғың. Көп жаса. Шайдайын. Шайдайын. Красавчик. Жүр, әбет жейік. Сенде 30 секунд бар. 10 секунд. Орамалың жөнде. Тут в Гугле говорят, жөндеу – это ремонт, но в нашем контексте орамалды жөнде означает «поправь свой платок». То есть киімді жөндеу, шашыңды жөндеу, үйді жөндеу, құжатты жөндеу. Аллай, сәлем бердік. Салем бердік. Салем бердік переводится дословно как «мы привет передали». Тут Google говорит, что это разговорная дружелюбная форма приветствия при встрече. Однако в Южном Казахстане салем бердік говорят только невестки. В некоторых регионах западного Казахстана говорят все. Қаттен киме. Қолың. Арқаң тік ұста. Аяғың. Көп жаса. Шайдайын. Шайдайын. Көп жаса. Сөз КЗ переводит это слово как «дай Бог тебе долгой жизни». Однако эта фраза дословно переводится как «много делать». А если ты долго живешь, то делаешь много дел. Google тоже переводит его как «долго жить» и как «пожелание». То есть взрослый человек чаще всего говорят это в ответ на уважение. Красавчик. Жүр, әбет жейік.